Ұйымдардың негізгі мақсаты әртүрлі. Қандай ұйымдар бар? Бірінші Біріккен ұлттар ұйымы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы бар. Әр ұйымның несі бар? Мақсаты, атқаратын жұмысы бар. Ал сол ұйымдарды не қызмет атқарады, не мақсатта құрылғанын әрқайсымыз не істейміз? Айтып бере аламыз ба? Айтып бере аламыз. Біріккен ұлттар ұйымы деген бар. Дүние жүзінде қанша мемлекет мүше сол Біріккен ұлттар ұйымына? 193 мемлекеттен аса болып тұр. 230-дан астам не бар дүние жүзінде? Картада. Қанша мемлекет бар екен? 230-дан астам мемлекеттің 193-і мүше. Ал енді осы 193 мемлекет мүше Біріккен ұлттар ұйымының мақсаты, құрылу мақсаты, негізгі қызмет не екен? Кім айтады оны? Келістіңдер, айтып тастайын. Негізгі мақсатын, құрылу, қай жылы құрылғаннан? Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының өзіне жеке тоқталатын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымы жалпы дүниежүзілік қауіпсіздікті сақтауға және де халықтар арасындағы қауымдастық пен ынтымақтастықты сақтауға және де халықтардың ынтымақтастық орталығын үйлестіруге арналған ұйым болып табылады екен. Ұйым болып табылады. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы алғаш өзінің декларациясын 1945 жылы 26 маусымда қабылдады. Ал сол жарлықтың күші 1945 жылы қайтадан өз күшіне еніп, Біріккен ұлттар ұйымы құрылған болатын. Оған ағымдағы жылы 193 әлемнің 193 мемлекеті мүше болып табылады. Жалпы осы Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі уақыттағы басшысы Антонио Гутерриш болып саналады. Біріккен ұлттар ұйымының, яғни Біріккен ұлттар деген сөзді ұлы сөзді бұл ақш президенті Рузвельт ұсынған екен. Осы сөзді Рузвельт ұсынған екен. Және де тағы айта кететін мәселе бұл жерде өзіміздің Қазақстан жайлы, яғни Біріккен ұлттар мен Қазақстан арасында байланысқа тоқтала кетейік. Жалпы Қазақстан 1992 жылдың 2 наурызында Біріккен ұлттар ұйымына 168-ші мүше болып, осы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған болатын. Қабылданды. Қай жылы қабылданды Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымына? 1992 жылдың 2 наурызында қабылданған болатын. Жалпы одағы Біріккен ұлттар ұйымындағы басты мақсаты осы Қазақстан барлық мақсаттарын қазіргі уақытта орындап келеді. Яғни ең айтулысы бұл атом энергиясына қарсы шығу болып табылды. Және де сол сияқты көптеген мәселелерге өз ойын білдіріп, ерекше мәселелерді көтеріп келеді екен. Жалпы Қазақстанның осы Біріккен ұлттар ұйымымен арасында үлкен байланыс бар екен. Ал Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері қай қалада? Штаб-пәтері Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласында орналасқан. Оның мысалы бірінші хатшылары ауысып отырады екен. Тағы кім бар Біріккен ұлттар ұйымына қатысты айтатын? Бар ма? Ал одан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 1996 жылы Шанхайда өткен құрылтайда Шанхай бестігі атауымен құрылды. Шанхайда өткен құрылтайда қатысушылар Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей және Қытай. Осы мемлекеттер осы ұйымға кірді. 2000 жылы Душанбеде өткен кездесуде Өзбекстан президенті осы ұйыммен кездесуге қатысты. Ал 2001 жылы 1 мамырында Өзбекстан осы ұйымға кіру мәлімдеді. Және оны 5 елде қолдады. Ал басты кезеңде, яғни 1996 мен 97 жылдарда бұл ұйымның негізгі мақсаты шекарадағы ынтымақтастықты арттыру және сенімділікті арттыру мақсаттары көзделген. Ал уақыт өте келе бұл ұйымның негізгі мақсаттары сауда-саттық барлық жағынан бір-бірімен ынтымақтастықты арттыру мақсаттары жобалары көзделген. Және осылай Шанхай ынтымақтастық ұйымы
ұйымы құрылған. Қай мемлекеттің басшыларының ықпалымен құрылды негізгі? Негізгі 5 мемлекет. 5 мемлекеттің сол кездегі елбасыларын президенттен айта аласың ба? Президенттер сол кездегі Бізде Қазақстан Республикасының президенті кім болды? Әбішұлы Назарбаев болды. Владимир Путин және тағы кім? Өзбекстан президенті Ислам Карим және де Тәжікстан президенті Имамалы Рахмон. Осы кісілердің бастамасымен не қылды? Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылып, барлығы бір ұйымның астында жаңағыдай тату-тәтті өмір сүруге келісімге келген осы ұйым. Ал, отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Шанхай ынтымақтастық ұйымына қосатын кім бар? Шанхай ынтымақтастық ұйымына. Тағы қандай ұйымдар бар? Тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Ал, тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ол мемлекеттеріміз ол өзінің барлық мүшелерінің егеменді мүшелеріне жатады. Мысалға 1993 жылы 21 желтоқсанда Алматы қаласында 11 егеменді мемлекет Грузияны қоспағанда, ол өзінің басшылары және құрамында барлық мүшелерінің мемлекеттік тең құқықты. Ал кездесудің қатысушылары ішкі және сыртқы саяхатшылардың әртүрлі салаларына ынтымақтастыққа және де бейімділігі растайтын бұрынғы КСРО одағының халықаралық міндеттерінің арасындағы кепілдік жариялайтын Алматы декларацияның Грузия қабылданды. 1993 жылы желтоқсан айында достастыққа Грузия қосылды. Ал 2009 жылы 18 тамызда аталған бірлестіктерге болып ТМД-ның қауымдастық мүшелері ол кеңесу және Кеңес үкіметінің кезіндегі 15 одақтас мемлекет неғылды? Осы ыдырағаннан кейін, кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін не істеді? Барлығы қайтадан тәуелсіз мемлекеттер достастығын құрды. Бұрын біз осы мемлекеттер ненің астында өмір сүрді? Кеңес үкіметі деген атаудың астында бірігіп бәрі өмір сүрді. Сөйтті де олар кейін барлығы тәуелсіздігін ала бастады. Бірінші тәуелсіздікті алып шығып кеткен мемлекеттердің ішінен кейін бізді Қазақстан ең соңында тәуелсіздік алған дейді. Тәуелсіздік алған белгі, біздің тәуелсіздік күніміз қай күн? 16 желтоқсан. Содан кейін барып бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы деп біз бір мемлекеттің астында өмір сүрген халықты қайтадан не істеді? Ұйым құрып, бәріміз сол бұрынғы бір мемлекеттің астында өмір сүргенде өмір сүрейік деген неде мақсатта құрылған ұйым екен. Мақсаттың негізгі ұйымның мақсаты негізгі осы жаңағыдай бір-бірімен тату-тәтті өмір сүру, қолдан келсе гуманитарлық көмек беру қиын жағдайларда негізгі ұйымдардың мақсаттары осылай болып келеді. Ал тағы қандай ұйым бар? Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық. Нұрскүл айтшы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық. Ол саяси диалог үшін арнайы құрылған ұйым. Негізгі мақсаты аймақтық қауіпсіздік пен тыныштықты қамтамасыз ету. Қазіргі таңда 3500-ден астам қызметкерлері жердегі істермен айналысса, оның 10%-ға жуығы бас пәтерде отырады. Бас штаб пәтерде? Иә, бас штаб пәтерде отырады. Және осы Еуропалық қауіпсіздік қандай ұйым? Ынтымақтастық ұйым бар? Иә. Осыған мүше емес елдер бар ма Еуропада? Дания деген мемлекет бар екен. Дания мына жерде. Кішкентай ғана. Копенгаген. Сондай мемлекеттер Еуропада не екен? Мүше емес елдер бар. Мысалы, Еуропалық одаққа мүше елдерде ұлттық валютасы барлығына не жүреді? Евро жүреді. Ал ол мемлекетті Еуропалық одаққа мүше емес елдерде не жүрмейді екен? Евро жүрмейді. Евро жүрмейді, өзінің ұлттық несі бар? Валютасы бар. Және тағы қандай ұйым бар? Тағы
Евроодақ. Евроодақ бар ма? Ал, және қандай ұйым бар? Айта бер. Еуропалық одақ. Еуропалық одақ, дұрыс айта бер. Келісім шартына қойылған 27 мемлекеттің экономикалық және саяси бірлестігі жалпы саны 373 миллионнан асатын халқы бар Еуропа территориясында орналасқан мемлекеттердің Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерландия, Люксембург, Ұлыбритания, Дания, Ирландия, Грекия, Испания, Португалия, Австрия, Франция, Швеция сияқты елдердің қатарына 1993 құрылған қатысуымен 1993 жылы құрылған Еуропа одағы Еуропалық қауымдастықтың атап айтқанда Еуропалық көмір және болат қорыту бірлестігінің 1951 жылы осы ұйым Еуропа одағының қалауына негізін қалады. Ал тағы да қандай ұйымдар бар? Білетін ұйымдар. Тек қана осы біздерде Біріккен ұлттар ұйымы айттық қой, Біріккен ұлттар ұйымы тағының осылары бар. Өте үлкен ұйым. Отыр 193 мемлекет мүше. Оның себебі неде? 193 мемлекет сол жерге мүше болуы не қызмет атқарып жатыр? Кім бар? Қосымшалар бар ма? Мына жердегі барлық мемлекеттердің несін сақтау? Қауіпсіздігін сақтау. Мысалы, осы Біріккен ұлттар ұйымы мына материкке не үшін көп көмектесіп, мына материк қандай материк? Африка материгі. Африка материгінде жаңағы қиын мемлекеттер бар ма, өмір сүруі қиын? Мысалы, мына жерде ең қиын мемлекет бар. Сомалия, Эфиопия, Судан. Не үшін оларда қиын өмір сүру? Су жоқ. Су тапшылығы өйткені егін несінде құрғақ кетеді. Сол себепті осы мемлекеттерге, мына мемлекеттерде қандай көмек келеді? Гуманитарлық көмек келеді. Су келмейді, гуманитарлық. Ал енді мына мемлекеттердің де, мына Оңтүстік Америка материгінде де бар ондай мемлекеттер. Гуманитарлық көмек келеді. Мысалы, оның ішінде мына Колумбия деген мемлекет бар. Венесуэла қылмыс өте өршіген мемлекет. Өмір сүру өте қиын. Бір күнде мысалы Венесуэлада аты шабыстан 200 адамға дейін қайтыс болады екен. Қиын. Ал енді мына Африкада және де бір нәрсе бар, бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жұмыс істейді. Не үшін денсаулық сақтау ұйымы көп жұмыс істейді Африкада? Сол жерде көп инфекцияның таралуы, әртүрлі аурулар, мысалы судан тыс аурулардың тарауына әсер етеді. Осының әсерінен осы Африкада көптеген нелер? Жәндегі аурулар, жұқпалы аурулар тез тарқайды. Және мына Үндістанда да дәл солай. Үндістанда да адамдар өмір сүруі қиындау болғандықтан, осы жерде де ауру тез өршіп отырады. Ал мына басқа жәндегі мықты мемлекеттерден экономикасы